Төртінші сабақ. Өзен суы. Қазақстанда өзен өте көп. Олар Ертіс, Есіл, Іле, Шу, Жайық, Сырдария, Нұра, Талас. Ең үлкен өзен Ертіс өзені. Алан, маған өзен көлдер туралы айтып берші. Жақсы, Дана, олай болса жақсылап тыңда. Қазақстанда 85 мыңға жуық өзен бар. Қандай көп? Үлкен өзендер Ертіс, Жайық, Іле, Есіл, Сырдария. Үлкен өзендер Ертіс, Жайық, Іле, Есіл, Сырдария. Ертіс Қазақстандағы ең үлкен өзен. Ертіс еліміздің шығысында орналасқан. Өзен бойында Өскемен, Семей, Павлодар қалалары орналасқан екен. Алан, қара, мынау Есіл өзені. Бұл өзеннің жағасына еліміздің астанасы салынған. Жарайсың, Дана. Дана, Батыс Қазақстаннан қандай өзен көріп тұрсың? Жайық өзені бар. Иә, дұрыс. Жайықта бекіре балығы бар. Қазақстанның оңтүстігінде екі өзен бар. Сырдария мен Іле өзендері. Сырдария бойында Қызылорда қаласы салынған. Іле өзенінде сазан, алабұға, жайын, көксерке сияқты балықтың түрлері бар. Көлдер туралы айтып берші. Қазақстанда 48 мыңнан астам көл бар. Ірі көлдер Балқаш, Алакөл, Бурабай, Зайсан, Теңіз. Бурабайда биік таулар, ормандар, таза су бар. Жазда Бурабайға демалуға барамыз. Балқаш Қазақстанның ең ірі көлі. Балқаш көлі суының бір жартысы тұщы, ал екінші жартысы ащы. Алан, біз Зайсан көліне демалуға барамыз ба? Барамыз. Зайсан көлі өте әдемі және тау арасында орналасқан. Теңіз көлі орталық Қазақстанда орналасқан. Бұл көлдің табиғаты әсем. Алан, теңіз көлінде қоқиқаз қонақтайтынын білемін. Алан, мынау Алакөл. Алакөлге жазда атамыз бен әжеміз барған. Алакөлдің суы шипалы. Оған адамдар барып емделеді. Дұрыс айтасың, Дана. Бұл жерде Алакөл шағаласы мекендейді. Шағала Қазақстанның қызыл кітабына енген. Қандай керемет! Қазақстанның өзен көлдері өте әдемі екен.